Айша о дүниелік балаларын уайымдайды. Егер шаш ұзын әйелдердің жарысын, қазіргі тілмен айтқанда конкурсын өткізсе, біздің Айша бәрінен де озып шығар еді. Ең құрығанда 1000 бұлақ көлемінде. Білекте қос бұрымы тілерсегіне түсер еді. Мұртаза барда біздің үйдің қызметінде жүретін әйнек әжеміз Айшаның шашын тарасып, бұрымдарын өріп, шолпысын тағып береді екен. Әйтпесе Айша жалғыз өзі ол шашқа ие бола алмас екен. Мұртаза кеткен соң, ең жақын деген ағайын да, берен саран Құдайға қарағаны болмаса, бірте-бірте алыстай бастады. Әйнек әжеміз де қартайды. Енді Айша өз шашымен өзі алысатын болды. Баяғыдай шаштарын 5 күн тарап, 10 күн өретін заман қайда. Тілерсекке түскен қос бұрым Айшаның көркі болса, енді азабына айналды. Таң азаннан тұрып, Қызылшаға кеткенен, күн батқанда бірақ келетін Айшаның шаш баптайтын халі бар ма? Қызылша алқабына кеткенше, жалғыз аяқ пішен теңізін кесіп өтеді. Сонда Айшаның бұрымына ошаған мен түйе жапырақтың тікендері жабысып тұрып қалады. Оны теріп ажыратып алу бір қиямет. Бір күні жұмыстан қайтқан соң Айша қара қазанға суды толтырып жылытты. Суды Бердімбет сайынан таситын мен, от жағып жылытатын Құрмаш. Айшаның 3 баласы үшеулеп жатып, ошағанын теріп, бұрымын әрең тарқаттығы-ау. Мен қол бақырмен Айшаның басына су құйып тұрамын. Айша сахарлы қара сабын мен шашын сабында бола алмай жатыр. Шашының 3 жағын Құрмаш ұстап тұрмаса, жерге төгіліп кетеді. Жуып болуына бір қазан су әрең жетті-ау. Қараңғалғыдың шашын анау Аннаның шашындай шорт кесіп тастасам бекен, дейді Айша. Аннасы біздің үйде тұрған неміс әйелі. Кеспей-ақ бұрымыңды Шұбар мұғалім сияқты төбеңе түйіп алмайсың ба, дейді Құрмаш. Тәйтәрі, енді мұншама шашты тарау деген де ақырет екен. Қадақтап жатқан сарымайдың ақшасын алған мүйіз тарақ шыдамай, тістері бырт-бырт сынып кете береді. Бір бұрымын Айша өзі, бір бұрымын Құрмаш тарайды. Құдай маған мұнша шаш бергенше, бармақтай бақ берсеші, дейді Айша. Тарақ тісіне ілініп жеткен уыз шашты бір талына дейін қалдырмай, мұқият жинап, шүйкелеп отырып. Әй, бірақ өзі де серейтін шығар, баудай түсіп жатыр ғой. Мұна сұм заман қойсын ба? Сонда мен қалың шаштың сереуіне, сұм заманның қанша қатысы бар екенін түсіне қоймадым. Сөйтсем, адам өзі тозбайын десе де, жазмыштан озбайды екен ғой. Тарпаң тағдыр табанына адамды бір салмасын. Бір салса тас керең боп, айғайласаң да азыңды естімейді. Айша, Құрмаш екеуі қос бұрымды өріп болып, ұштарын баяғыдай шолпымен емес, жай көк шүберекпен түйіндеді, тарқатылып кетпесін деп. Тарақтың тісіне ілініп түскен шашты Айша уыстап отырып әбден шүйкеледі. Сол қобыраған күйінде сыпыра салса қайтеді? Жоқ, әлі шиыршықтап отыр. Сиырдың түлек жүнінен біздің киіз доп жасайтынымыз сияқты қос алақанымен әлгі өлі шашты әбден нығарлады. Содан соң сабы күйген дәу қара пышақты алып, табалдырықтың түбін қаза бастады. Едәуір тереңдетіп барып, әлгі түйіншек шашты шұқырға салып, қайтадан өзінің сабымен таптадай келіп. Құрмаш, апа, бұл не қылғаның? Деді. Айша біраз үндемей, әлгі топырақты енді алақанымен таптай отырып. Менің сендерден басқа да балаларым бар ғой, деді даусы дірілдеңкіреп. Үшеуі де нәресте кетті. Құттыбай, Елтай, Сәткүлді айтам. Ах, Мұртазаны алары бар Құдай, тым болмаса соларды тірі қалдырғанда, мұншама мұз тақырға отырмас едік. Маңдайға сыймай кетті. Қайтейін. Басын көтеріп бізге қарап. Ой бұ, сорлы басым-ай, қайдағы жайдағын айтқанша, Құдайдан сендердің өмірлеріңді тілесемші, деп түрегелді. Одан гөрі қыз бала пайымдырақ келетін шығар. Құрмаш қоймады. Сол өліп қалған 3 баламның мына сен көміп тастаған шашқа қандай қатысы бар? Әйел баласы шашын бет-алды тастамас болар, деді Айша. Тарақтан түскен шаш әлде қалай отқа күйсе,
о дүниеде балалары шырылдайды дейді. Анасының шашының отқа күйген иісін танып қояды екен де, анамыз тозақ отына түсіп кетті деп шыр айналып шырылдайды екен. Тозақ отынан анасын құтқарып алмақ болып, өздері де сол тамық өртіне түсіп кете жаздайды екен. Әне, сондықтан шашты көміп таста. Далаға тастасаң жел ұшырып, немесе құс ұя салып, әйтеуір бір себептен отқа күйсе, о дүниелік нәрестенің обалына қаласың. Ал мен болсам, жатып аламын да ойланамын. Анасы үшін о дүниедегі балалар отқа түсе жаздағанда, бұ дүниедегі біз сияқты пәндалар не бітіріп жүрміз? Не жақсылық жасадық анамызға? Мен паркке бара жатқанда Қазыбек би көшесі мен Қонаев көшесінің қиылысында бір мәшке итті машина басып кетті. Жаңадан күшіктеген екен. Күшіктері арыққа сөйлген құбырдың ішінде қалған. Машина соларды таптап кетеді-ау деп, ана сорлы моторлы тажалға қарсы ұмтылған. Ана сүтін ақ ішкен адал ұлға дүниенің төрт бұрышы болар тұлға, дер еді Айша. Ана қарызынан қалай құтыламыз?